Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Сіздердің назарларыңызға конституциялық эволюция кезеңдері тақырыбы ұсынылады. Тақырып аясында екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасы Конституциясының даму кезеңдері. Екінші сұрақ: Конституциялық кеңес, конституцияны қорғау органы, құрылу тәртібі, құрамы және өкілеттіктері. Дәрісімізді бастамас бұрын сіздердің назарларыңызға келесі бейнебаянды ұсынамыз. Ұлы дала халқының тұрмыс тіршілігінің рет тәртібі, салт дәстүрінің негізінде түзілген жеті жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол Кеңестік социалистік республикалар одағы заман еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен Кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық, құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. Бұл басты құжат ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалай отырып, мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. Бұл конституция президенттің позициясын күшейтті. Осы құжат қабылданған соң, президент тек қана мемлекеттің емес, елдің атқарушы билігінің бірыңғай жүйесінің басшысы болды. Конституцияға тағы бір жаңалық енгізілді. Бұдан былай, жергілікті өкілдік етуші және атқарушы органдар жергілікті мемлекеттік басқаруға қарайтын болды. Қабылданған осы бас құжаттың кейбір баптарына өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Бұл конституцияны еліміз референдум арқылы қабылдап, мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңінің арасына алтын көпір салынды. Ата заңымызда адамдардың құқықтары мен бостандықтары, билік институттарын демократиялық жолмен қалыптастыру және дамыту, Қазақстанда азаматтық қоғам құру туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар бекітілді. Ата заң Қазақстан Республикасы азаматтарының өмірі, құқықтары қорғалып, мемлекетіміздің дамуы, діни мәселелер, этносаралық қарым-қатынастар үйлесіміне бұлжымас кепіл болды. Ата заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауы, мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Деп, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Конституция мемлекеттің ата заңы, ең жоғары заңдық күші бар құжат, барлық заңдардың негізі болып табылады. Конституция грек тілінен аударғанда тұрақтылық, латын тілінен аударғанда бекітемін деген мағынаны білдіреді. Әлемде конституцияның 4 түрі бар: заңдық, құрылтайшы, республикалық және де шынайы конституция. Конституцияның қызметіне қарай 3 негізгі бағыты анықталған: құқықтық, саяси және де идеологиялық. Ал қабылдану нысанына қарай конституция жұмсақ және де қатты болып бөлінеді. Өркениетті қоғам конституциялық заңдылыққа бағына отырып дамиды. Конституцияда мемлекеттік құрылым түрлері, мемлекетті басқарудың формалары анықталады. Мемлекеттің жоғарғы органдарының құрылымы, азаматтардың негізгі құқықтық бостандықтары мен міндеттері көрсетіледі. Өзге нормативтік актілердің бәрі Конституцияның ережелеріне негізделе отырып қабылданады. Жалпы Қазақстан Республикасының Конституциясының қалыптасу кезеңдері өз бастауын 1991 жылғы 24 сәуірден алады. Яғни, президенттің қызмет орнын белгілеу туралы Қазақ КСР-ның заңымен Қазақ ССР Конституциясына өзгеріс енгізу кезеңінен басталады. Келесі кезең 1991 жылы 16 желтоқсанда
Қазақ Советтік Социалистік Республикасы атауын өзгерту туралы Қазақстан Республикасының заңын қабылдаумен жалғасады. Бірінші кезеңді бастамас бұрын 1992 жылдың басында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі жаңа конституцияның жобасын әзірлеу үшін конституциялық комиссия құру туралы қаулы қабылданғандығын атап өту қажет. Бұл жобаның аясында көптеген ғалымдар, заңгерлер қызмет атқарды. Үшінші кезең 1993 жылы қаңтарда жоғарғы кеңеспен жаңа конституцияны қабылдаумен басталады. Қазіргі конституцияның белгілеріне бүкіл территориядағы қолданыстағы акт екендігін, жоғарғы заңдылық күші бар нормативтік акт екендігін және бүкіл заңның негізі болатындығын атап өтуге болады. Қазақстанның конституциясы жазылған республикалық, біртұтас, жұмсақ, тұрақты конституция деп атауға болады. Осы тұста ата заңымыз туралы қызықты мәліметтерге тоқтала кетейін. Конституция мемлекетіміздің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары күшке ие заңдар тобы. Ол 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Оны әзірлеу барысында әлемнің өркениетті 20 елінің конституциялары зерттеліп, зерделенді. Сондай-ақ дүние жүзінде тек Қазақстан мен Франция елдерінде ғана конституциялық кеңес жұмыс жасайды. Енді ата заңымыздың құрылымы мен тарихына үңілсек, тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қолданысқа енді. Ал қазіргі ата заңымыз 1995 жылғы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда қабылданды. Оның құрылымы кіріспеден 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Конституцияға 1998 мен 2007 жылдары елеулі өзгерістер енгізілді. Бірінші бөлім жалпы ережелерден тұрады. Екінші бөлімде ең негізгі құндылық саналатын адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары туралы айтылған. Үшінші бөлімде президенттің міндеттері, төртіншіде парламенттің құқықтары мен міндеті жазылған. Бесінші бөлімде үкіметтің, жетінші бөлімде сот жүйесінің қызметі жайында айтылады. 8-ші бөлім жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару. 9-ші бөлім қорытынды және өтпелі ережелерге арналған. Конституцияға сәйкес мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі болып 3 тармаққа бөлінді. Заң шығарушы билікті жүзеге асыратын ең жоғары өкілетті орган қос палаталы парламент. Жоғары атқарушы органы үкімет болып табылады. Ал сот билігі қоғамда туындап отырған нақты істер мен дауларды шешеді. Қолданыстағы ата заңымызға осы күнге дейін 5 өзгеріс енгізілді. 1998 жылы, 2007 жылы, 2011 жылы, 2017 жылы және де соңғы өзгеріс 23 наурыз 2019 жылы енгізілді. Дәрісіміздің келесі сұрағы конституциялық кеңес, конституцияны қорғау органы, құрылу тәртібі, құрамы және өкілеттіктері. Конституциялық кеңестің құрылымы мен құрамы 7 адамнан тұрады. Олар Қазақстан аумағында туылған, жасы 30-дан асқан, жоғары білімі бар, кемінде 5 жыл заңгерлік қызмет атқарған Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс. Конституциялық кеңестің мүшелерінің өкілеттік мерзімі 6 жылға созылады. Конституциялық кеңестің төрағасы мен мүшелерін парламент палаталар тағайындайды. Конституциялық кеңестің тағайындалған құрамы Қазақстан Республикасы президентіне ант береді. Жалпы конституциялық кеңестің төрағасы мен мүшелері мемлекеттің лауазымды тұлғалары болып есептеледі. Олардың қызметі Конституцияның 6-шы бөлімі, яғни 71-74 баптармен реттеледі. Конституциялық кеңес туралы президенттің жарлығы, Конституциялық кеңес өздерінің міндеттерін билік тармақтарынан тәуелсіз атқарады. Келесі тармақтарға сәйкес Конституциялық кеңес қызметінің тәуелсіз түрде жүзеге асырылатындығын көре аласыздар. Жалпы Конституциялық кеңестің атқаратын қызметінің негізгілерін атап өтейік. Конституциялық нормаларды сақтай отырып, олардың бұлжымастығын, конституциялық нормалардың орындалуын қадағалайды. Мемлекеттің тұтастығын, саяси тұрақтылығын қамтамасыз ететін конституциялық ережелердің қатал сақталуын бақылайды. Парламент қабылдаған заңдардың республикалық конституциясына сәйкестігін президент қол қойғанға дейін қарайды. Республиканың халықаралық шарттарын бекіткенге дейін олардың конституцияға сәйкестігін қарайды.
Жаңа келіп түскен ақпарат тұрғын үй қатынастары туралы заңның 107 бабы 8 тармақшасы Конституцияға сай емес. Алматы қаласының аудандық соты аталған норманы Конституциялық кеңестің талқылауына ұсынды. Бүгін елбасының қатысуымен кеңестің отырысы өтті. Бүгінгі кеңес отырысында қаралатын тақырып өзекті тұрғын үй мәселесі. Нақтырақ айтсақ, Алматы қаласының Алатау аудандық соты Конституциялық кеңес қарауына тұрғын үй қатынастары туралы заңның 107 бабы 8 тармақшасын конституциялық емес деп тануды ұсынған. Отырысқа Нұрсұлтан Назарбаев арнайы келді. Өйткені елбасы кеңестің өмір бойғы мүшесі. Өйткені аталған норманың талаптарын әркім әрқалай түсініп жүр. Салдарынан әр өңірде әртүрлі қолданып келеді. Тұрғын үй мәселесі мемлекеттік әлеуметтік саясаттың ең маңызды бағыттарының бірі. Елбасы әдеттегідей алдымен азаматтардың құқығы бұзылмау керектігін айтты. Конституциялық құқығымды пайдаланып мен тұңғыш рет бүгін келіп отырмын. Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің қайнар көзі деп жазылған. Біздің мақсатымыз нақты проблемаларды шешу болып табылады. Осындай келеңсіз жағдайда Конституциялық кеңес қарап, жөндеп отыру керек. Сол үшін құрылған. Заңнамалық базаны жетілдірудің мемлекеттік әлеуметтік саясат аясында мәні өте ерекше. Бүгін меніңше маңызды шешім шығардық. Бұл бір семьяның басындағы жағдай болғанменен бүкіл халыққа маңызы бар нәрсе деп санауға болады. Қазақстан Республикасының үкіметіне азаматтардың тұрғын үй құқықтарын неғұрлым толықтан қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үй қатынастары туралы заңына Конституциялық кеңестің құқықтық ұстанымдарына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларға бастамашылық жасау туралы ұсыным берілсін. Соттар және басқа да құқық қолдану органдары қажетті нормативті құқықты шаралар қабылданғанға дейін Қазақстан Республикасы Конституциясының тікелей қолданылуын қамтамасыз етсін және кері күші жоқ осы нормативті қаулыны басшылыққа алсын. Отырысқа қатысушылардың пікірлері мен жауаптарынан кейін Конституциялық кеңес нормативтік қаулы қабылдады. Асима Нұрбайқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сіздер Конституциялық кеңестің отырыстары қалай өтетіндігін және де нәтижесінде қандай құжаттар қабылданатындығын тамашаладыңыздар. Демек, Конституциялық кеңес ата заңымыздың Қазақстан Республикасының барлық территориясында бірдей түсініліп, дұрыс қолданылуын қамтамасыз ететін бірден бір орган екендігі қарастырылды. Осымен сіздердің назарларыңызға ұсынылған Конституциялық эволюция кезеңдері тақырыбына арналған дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Дәрісімді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен аяқтағым келеді. Біз ортақ тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп басталатын ата заңымыздың бойына еліміздің ең басты құндылықтарын түгел сыйғыза білдік. Мен Конституцияның 1 жылдығына арналған салтанатты жиында біз заң аясында өмір сүруге үйренуіміз керек деп айтқанмын. Ата заңымызбен жүріп өткен 20 жылға көз сала отырып, бүгін біз заң аясында өмір сүретін елміз деп мақтанышпен айта аламыз.